Сабақ тақырыбы экологиялық факторлар. Экология ағзалардың өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін биология бөлімі. Экологиялық факторлар деп ағзалардың тіршілігіне әсер ететін кез келген жағдайлар мен қоршаған ортаның құрам бөліктерін атайды. Экологиялық факторларды үш топқа бөліп қарастырамыз. Олар абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлар. Абиотикалық факторларға атмосфера газдары, топырақ, жер бедері, температура, ылғалдылық, жарық секілді жансыз табиғат құрам бөліктері жатады. Биотикалық факторлар ағзалардың бір-біріне тигізетін әсері, мысалы жыртқыштық, паразитизм, симбиоз, тағы басқа ағзалардың бір-біріне қарым-қатынасын жатқызамыз. Антропогендік фактор адам әрекетінің қоршаған табиғатқа тигізетін әсері. Биотикалық фактор симбиоз, бірге селбесіп тіршілік ету. Мысалы, африкалық құс ірі жануарлардың үстінен зиянды жәндіктерді теріп жейді. Құс үшін қорек, ал ірі жануар үшін паразиттерден құтылу. Жыртқыштық, қорек немесе аумақ үшін бір жануар екінші жануарға шабуыл жасауы. Паразитизм, бір түр екінші түрді қорек немесе тіршілік ортасы ретінде пайдалануы. Абиотикалық фактор температура ғаламшарда әртүрлі температуралық жағдайда болады. Мысалы, экваторда күннің қызуы жоғары. Ылғалдылық, жауын-шашын мөлшері жер бетінде біркелкі тарамайды. Мысалы, экваторда жоғары ылғал мен күннің қатты қызуынан джунгли сияқты ылғалды ормандар пайда болды. Жарық, табиғи жарық күн. Күннің жарық түсуі мөлшеріне байланысты күннің ұзарып түннің қысқаруы немесе керісінше күннің қысқарып түннің ұзаруы секілді маусымдық өзгерістер жүзеге асады. Ортаның қышқылдылығы, топырақтың қышқылдылығы оның құрамындағы органикалық және биорганикалық заттарға байланысты, жауын-шашын мөлшеріне байланысты болады. Көптеген өсімдіктер қышқылды топырақта жақсы өседі. Биоалуан түрлілік ағзалардың барлық формаларының жиынтығы болып табылады. Экожүйе ұзақ уақыт қалыптасқан тірі және өлі табиғат компоненттерінің бір-бірімен өзара байланысып тұрақты жүйе құруы. Экожүйелер екі негізгі құрамдастан тұрады, ол тірі табиғат, яғни ағзалардан және жансыз табиғат құрам бөліктерінен тұрады. Оқу тапсырмасы. Бірінші оқу тапсырмасы төмендегі факторлар мен олардың ағзаларға әсерін сәйкестендіріңіз. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Температураның күрт төмендеуі кей жануарлардың миграциясы күшейеді, яғни құстардың жылы аумаққа орын ауыстыруы. Жарықтың артуы өсімдіктердің фотосинтез қарқыны жоғарылайды. Фотосинтез дегеніміз өсімдіктердің қоректенуі. Ылғалдың артуы өсімдіктердің транспирациясы артады. Транспирация дегеніміз өсімдіктердің суды бу күйінде босатуы. Антропогендік шу деңгейінің артуы құстардың ұя салу аймағын өзгертеді. Екінші тапсырма. Төмендегі сөздерді кестедегі мысалдар бойынша жіктеңіз. Енді тапсырма жауаптарын тексеріп көрейік. Қасқыр мен түлкі бәсекелестік, саңырауқұлақ пен ағаш симбиоз, мысық пен тышқан жыртқыш жемтік, ішекқұрт пен адам паразитизм қарым-қатынастары тән. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.